Ассалаумағалейкум достар. Менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Бұл видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл mitigation блок туралы болмақ. Видео барысында сіздерге mitigation блоктың қалай қалыптасатынын схематикалық түрде және нақты графикалық түрде түсіндіріп беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы видеоға лүпілдеріңізді басып, өз пікірлеріңізді қалдырып және каналға тіркеліп отырыңыздар. Ендеше видеоны бастайық. Mitigation блок бұл PD массивтерінің бір түрі. Өздеріңіз байқағандай бұл брейкер блок PD массивіне де өте қатты ұқсас, тек қана араларында бір ғана айырмашылық бар. Оны қазір видео барысында сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Бұны біз mitigation блокты саудаға кіру нүктесі ретінде пайдаланамыз. Ал енді mitigation блок қалай қалыптасады деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл мысалдан сіздер баға төмен бағытталып бара жатқан кездегі медвежий mitigation блокты көре аласыздар. Ал тренд жоғары бағытталып бара жатқан кезде осының қарама-қарсы түрі қалыптасады. Mitigation блок қалыптасу үшін графикте 4 нүкте пайда болуы керек. Мысалға, мына жерде баға жоғары бағытталып бара жатты, кейін ең биік максимумды қалыптастырды. Бұл mitigation блоктың ең алғашқы нүктесі, яғни ең биік максимум. Кейін баға откат жасады, откаттан кейін екінші нүктені қалыптастырды. Содан соң баға жоғары кетті, бірақ өзінің артында қалдырған, яғни ескі максимумнан аса алмады, оны жаңарта алмады, және осы жерден жаңа бір нүктені қалыптастырды. Бұл біздің үшінші нүкте. Кейін баға дәл осы нүктеден төмен түсіп, оны жаңартып, төртінші нүктені қалыптастырды. Егер нарықтан сіз осындай 4 нүктені байқайтын болсаңыз, ол аймақта mitigation блок бар деген сөз. Тағы да бір түсіндіріп жіберетін болсам, баға жоғары кетіп бара жатып, ең биік нүкте бірінші нүктені қалыптастырды, кейін төмен түсіп, екінші нүктені қалыптастырды, кейін үшінші нүктені қалыптастырды, мұна максимумды жаңарта алмай. Содан соң баға кері бұрылып, төмен түсіп, дәл осы минимумды жаңартып, төртінші нүктені қалыптастырған болатын. Енді бізге mitigation блок зонасын сызып алу керек. Оны қалай сызаймыз, ол зонаны қалай анықтаймыз? Ол үшін бізге ең бірінші қалыптасқан нүктені тауып алу қажет. Содан соң екінші қалыптасқан нүктені тауып алу қажет. Осы екі аралықта бізде бұрын ордер блок зонасы болған медвежий свеча бар. Ол тек біреу болуы мүмкін, немесе бірнеше свечадан құралған болуы мүмкін. Сондықтан сол аймаққа аса назар аударуыңыз қажет. Егер бір свеча тұрса, бір свечаны аласыз, немесе бірнеше осына медвежий свеча тұрса, соны алсаңыз болады. Осы графикалық мысалдан mitigation блок зонасын бірге анықтап көрейік. Жаңа айтып өткенімдей, mitigation блок зонасы қалыптасу үшін бізге 4 нүкте қажет дедім. Оның біріншісі жоғары нүкте, содан соң төменгі нүкте, сосын жоғары, бірақ өзінің алдыңғыдан төменгі нүкте, содан кейін ең төменгі нүкте қалыптасу керек. Структурамен айтатын болсақ, high, low, lower high, lower low нүктелері қалыптасса, сол аймақта mitigation блок зонасы бар деген сөз. Мінекей оны осылай көрсете аламын. Жоғарғы нүкте, төменгі low нүктесі, lower high, яғни мынадан аса алмайды. Содан соң lower low. Ал енді мына жерге қарайтын болсақ, бізде бірінші белгісі бар, ол жоғарғы нүкте. Егер баға қазір төмен түсіп, осы жоғарғы нүктеден аса алмаса, онда бізде mitigation зонасы бар деген сөз. Баға мына жерде төменгі нүктені қалыптастырғанымен, алдыңғы жоғарғы нүктеден асып кетті, сондықтан мына максимумды есепке алмаймыз. Бізге керегі келесі максимумның қалыптасқанын күту. Әзірге бізде максимум қалыптасқан жоқ, және мына жерде максимум қалыптасқан болатын, себебі жанында екі өзінен төмен орналасқан шамдар бар, ал ортасында swing high нүктесі бар. Енді екінші қалыптасу керек нүкте ол мына жердегі high, содан кейін low нүктесі. Ол әзірге пайда болған жоқ, сондықтан күтеміз. Мінекей low нүктесі қалыптасты мына жерде. Енді екінші нүкте ол lower high нүктесі қалыптасу қажет. Мінекей бізде lower high нүктесі қалыптасты. Яғни өзінің алдындағы максимумнан төмен орналасқан максимум төмен деңгейде. Енді бізге mitigation зонасын толық растау үшін баға дәл осы төменде орналасқан low нүктесін бұзып өтіп, lower low нүктесін қалыптастыру қажет. Міне баға дәл осы минимумды жаңартты, және де жаңа бір low нүктесін, яғни lower low нүктесін қалыптастырды.
Енді mitigation блок зонасын қалай анықтаймыз, қалай сызамыз? Жаңа айтып өттім, бізге екі нүкте қажет болады. Ол біріншісі алғашқы қалыптасқан максимум және алғашқы қалыптасқан минимум. Сол екі аралықтан mitigation блок зонасын іздейміз. Ол бізде міне алғашқы қалыптасқан максимум және алғашқы қалыптасқан минимум. Осы аралықтан mitigation блокты іздейміз. Ол біреу болады дедім, немесе бірнеше болады дедім. Біздің мысалымызда біреу ғана екен. Мінекей дәл осы аймақ бізде mitigation блок зонасы болып саналады. Міне баға сол аймаққа тест жасады, және де қайтып кері бұрылып төмен кетіп бара жатқанын көруге болады. Егер баға дәл осы минимумды қайта жаңартатын болса, бізде мына аймақта жаңа бір mitigation блок зонасы қалыптасады. Міне мына зонаны бұзып қойған екен, жаңартып қойған екен. Сондықтан мынаны алып тастаймыз. Келесі mitigation блок зонасы ол бізде мынау. Кейде бір свеча, кейде бірнеше свеча болады дедім. Жақсы, мынаны алып тастаймыз. Баға mitigation блок зонасынан тест жасады. Енді мына жағдайда жаңа бір mitigation блок зонасын қалыптастырған болатын. Келесі баға мына минимумды бұзып өткеннен кейін бізде жаңа mitigation блок зонасы қалыптасты. Ол мына жерде. Тағы бір мына аймақта mitigation блок зонасы қалыптасты. Және тағы да бір айта кететін жайт, мен mitigation блок зонасымен көп сауда жасай бермеймін, себебі қарайтын болсақ, баға өзінің артында бірнеше ликвидностьтерді қалдырған болатын, яғни алынбаған максимумдар бар. Және бұл максимумдар нарықта бізде ликвидность болып саналады, және оңай алынатын, яғни төмен қарсылықты аймақтар болып саналады. Егер осында стоп-лоссымды қоятын болсам, баға өте оңай түрде менің стоп-лоссымды алып кетуі мүмкін. Сондықтан мен mitigation блок зонасын көбінесе қосымша подтверждениелермен, яғни қосымша контекстпен қолданамын. Және сіздерге де соны кеңес беремін. Егер mitigation блок зонасының жақсырақ жұмыс жасағанын қаласаңыз, онда сіз қарап отырған активте mitigation зонасы қалыптасқаннан кейін сол активпен бірдей қозғалыс жасайтын, яғни корреляция жасайтын келесі бір активті бақылаңыз. Келесі бір активте, яғни бірдей қозғалыс жасайтын активте баға дәл осы минимумды жаңартып, содан кейін барып қана разворот жасайтын болса, және сіз қарап отқан активте керісінше баға дәл осы минимумнан түсе алмай, сол жерден кері бұрылған болса, онда екі активте ұқсас емес қозғалыс бар, яғни дивергенция бар деген сөз. Ондай жағдайда қалыптасқан mitigation блок зонасы алдыңғысына қарағанда жақсырақ жұмыс жасайды. Қазір сіздерге бычий mitigation блокпен дивергенцияны пайдаланып, қалай позиция кіру керек, соны түсіндіретін боламын. Жаңа айттым, mitigation блоктың жалғыз өзін қолдану өте қауіпті, себебі ол аймақта ликвидностьтер көп дедім, баға сондықтан ол аймақта өте оңай алады дедім. Ал енді mitigation блокты дивергенциямен байланыстыратын болсақ, онда оның күші артып, жұмыс жасау ықтималдығы жоғарылайды. Сондықтан қазір сіздерге сол екеуін байланыстырып көрсететін боламын. Бычий mitigation блок жаңа медвежийдан қарағанда керісінше. Медвежийда бірінші максимум қалыптасатын болса, бұл жақта бірінші минимум қалыптасады, содан соң максимум қалыптасады, содан соң өзінің артында қалдырған минимумнан жоғары минимум қалыптасады, содан кейін өзінің артындағы максимумнан жоғары максимум қалыптасады. Яғни бірінші low, сосын high, содан соң higher low, сосын higher high. Ол былай сызылады. Low, high, higher low, higher high. Және осы аралықтан mitigation блокты іздейміз. Бізде low нүктесі бар, енді high нүктесі қалыптасқанын күтеміз. Мінекей, үш шамнан тұратын swing нүктесі қалыптасты, сондықтан мына жерде high нүктесі ретінде алсақ болады. Мынаны өзгертеміз, себебі баға одан асып кетті, сондықтан біздің high нүктесі мынау болады. Бұл жерде бізде келесі нүктелер, яғни higher low мен higher high нүктелері бірдей қалыптасты. Мінекей, higher low, higher high. Енді бізге mitigation блок зонасын анықтау үшін екі нүктенің аралығын қарау қажет. Ол бірінші қалыптасқан low нүктесі мен екінші қалыптасқан high нүктесінің аралығы. Сол аралықта
немесе бірнеше бычий свечаны аламыз. Жаңа медвежий тренд кезінде медвежий свечаны алсақ, қазір бычий тренд кезінде бычий свечаны қарастырамыз. Енді бұл mitigation блок зонасы сенімсіз болуы мүмкін. Яғни баға мына жерде шешілмеген ликвидностьтер болса, соған кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бұны әрі қарай тиімді етудің жолы бұлмен, яғни мынау бізде евро мен ақш доллар болса, олмен корреляция жасайтын, яғни бірдей қозғалыс жасайтын британский фунт пен ақш доллар валюта жұбын қараймыз. Бұл жаққа назар салатын болсақ, баға бірдей қозғалыс жасап келе жатыр, бірақ бір ғана айырмашылықты көруге болады. Ол мындағы минимум мында орналасқан осы жерде, және екінші минимум осы аймақта орналасқан. Бұл жердегі айырмашылық, біреуі минимумды жаңарта алмай разворот жасаған болса, екіншісі минимумды жаңартып барып кері бұрылған. Сондықтан бір пара бізде ликвидностьтерді тазартып, ал екіншісі тазартпаса, онда бұл аймақта дивергенция болды деген сөз. Сондықтан крупный капитал мына жақта ликвидностьтерді тазартуға кері қайтып келмейді, себебі бір парада оны жасап қойды. Сол үшін біз лимитный ордерімізді осы mitigation блок зонасына орналастырамыз, ал стоп-лоссымызды дәл осы ең бірінші қалыптасқан лоу нүктесіне қоямыз, ал таргетімізді 2RR немесе осы аймаққа жақын орналасқан максимумға қойсақ болады. Ал ары қарай бағаның біздің сделканы орындағанын күтеміз. Мінекей, баға mitigation блок зонасына 2 рет ретест жасап, біздің таргетімізге, тейк профитімізге жеткен болады. Сіздерге бұл тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, астыға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Және каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сонымен қоса менің телеграм каналыма да тіркеліп алыңыздар, ол жақта да пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.